Баршаңызға сәлем. Баялдыдан керемет тағам дайындау үшін ең алдымен 3 баялды қабығын ашып аламыз. Оларды ұсақтап, өте кішкентай етіп тураймыз, 4 бұрыштап. Және картоп 2 қажет. Картопты да кішкентай етіп турап аламыз. Ұсақ 4 бұрыш. Морковты да 3-4 морков керек. Одан кейін 6 перец. Оларды ең бірінші майға қуырамыз. Оның үстіне дәмдеуіштерін, яғни Тминь, 3-4 бас сарымсақ және укропты қосып бірге қуырамыз. Тұзын саламыз керегенше, лотос тұзын және кәдімгідей ас тұзынан салдым 1 қасық. Қуырып жатқан кезде бірге салып жібереміз. Оның үстіне туралған картошкамызды қосып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Араластырып, оның енді келесі тұзын салғаннан кейін баклажандарымызды туралған үстіне салып қуыруға болады. Баклажандарымызда өте ұсақ туралған, жақсылап араластырамыз. Барлық жағын майға қуыру үшін былғап тұрамыз. Одан кейін ең соңғы қызанақты 4 бұрыштап туралған бетіне саламыз. Жақсылап араластырамыз, барлығы бірдей массада болу үшін. Одан кейін жарты стакандай су қосуға болады. 45 минуттай, 50 минуттай жай отта піседі. Егер езіліп суы шығып жатса, өте дәмді, одан ештеңе етпейді. Езілген сайын дәмдірек болады бұл тамақ. Жақсы жасап қараңыздар, өте дәмді, кез келген тағаммен қосып бірге жей аласыздар. Сіздермен бірге болған Балғайша. Сау болыңыз.